Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін мына қырыққабаттан пирог, котлет дайындайтын боламыз. Алдымен жақсылап турап үгітіп аламыз. Мясорубкіден немесе блендерден үгітсеңіздер болады. Бірақ үгіткен кезде осы қырыққабаттың суы шығады. Суынан сығып бөліп аламыз. Татымына қарай тұз, бұрыш, зира қосамыз. Мен барлығын бір қасықтан қостым. Зираны қоспауыңызға да болады, ол міндетті емес. Кейін осыларды қосқан соң жақсылап араластырамыз. Және де жұмыртқа қосамыз араластырып болған соң. Жұмыртқаны қанша қосатыныңыз қырыққабатыңыздың көлеміне байланысты. Жабысқақ болғанға дейін қосамыз жұмыртқа. Мен 3 жұмыртқа қостым. Енді ұн сеуіп тағы да жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қою тесто шығуы қажет. Ал енді қызып тұрған, жақсылап шылқытып майланған табамызға осыны құйып пісіреміз. Бірақ қатты майлап жібермеңіздер. Мен осылай жартысын котлет сияқты етіп пісірдім. Егер бұлай котлет сияқты етіп пісіргілеріңіз келмесе, дәл осы тестаны үлкен етіп құйып, корс сияқты пісіріп, жаңағы осылай торт жасасаңыздар да болады. Мен жартысын котлет, жартысын торт қылдым. Мына торттың арасына қызана қостым, және де майонезді жағып шықтым. Котлетке қарағанда осы торт дәмдірек шықты. Міндетті түрде дайындаңыздар. Видео пайдалы болған болса, лайк қойып, маған тіркелуді ұмытпаңыз.